17 наурыз тарихқа тағзым күні. Наурыз мейрамына арналған. Тегінде наурыз ұлыстың ұлы күнінің тарихи маңызының тамыры тереңде. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, тіршіліктің жанаратын, көңілдің кеңейтін кезеңі наурыз. Бұл күн наурыз мейрамын мерекелеудің жаңа 10 күндік тұжырымдамасына сәйкес қазақ халқының шығу тегі мен өткенін зерттеуге арналған. Соған орай Қармақшы аудандық сотының ұжымы түркілердің ішінде жалпы халықтық сипатқа ие, ортақ тұлғаға айналған, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейінгі аралықта түгел таныс Қорқыт ата мемориалдық кешеніне барып тағзым жасады. Мұражай экспедициясында Қорқыт ата өмір сүрген дәуірдің тарихы мен мәдениеті жайлы материалдардың 700-ге жуық экспонаты сақталған. Қорқыт ата ескерткіші сәулет өнерінің айрықша үлгісі. 1000 жылдан астам тұтас бір дәуірді межелеген ескерткіш әлі де адамзат баласының зор қызығушылығын тудырып келеді. Кешен аумағында орнатылған қобыз ескерткіші 4 элементтен тұрады. Әрбір стелла әр тарапқа қаратып тұрғызылған құлпытастарға ұқсайды. Жоғарғы жағы кеңейе келіп, шөміш пішінде түйіскен стеллалар қобыз бейнесін көрсетеді. Оның түйісер түбіндегі орталық тесігінде 40 металл түтік бар. Олар жел соққан кезде қобыз сарынымен үндес дыбыс шығады. Аңыздарда айтылған тәрізді Қорқыт ата мазарында соққан желге үн қосатын қобыз қойылған. Кешендегі ерекше ескерткіштердің бірі қошқар мүсіні. Қошқар ежелгі арий мен қазақ мифологиясында көк тәңірінің олжасы мен теріс күштерден қорғаушы символ болып саналады. Сондықтан мүсін қошқар бейнесі мен сақ грифсінің гриф басы, арқасындағы қанаты, аяғы сфинкске ұқсас жиынтығы күрделі сипаттамадан тұрады. Ал кешендегі амфитеатр көне Рим дәуіріндегі архитектуралық құрылыс үлгісінде салынған. Ол түрлі ойындар мен сайыстарды тамашалайтын орын. Амфитеатрдың ортасында дөңгелек алаң бар. Көрермендерге арналған орындар тұйық шеңберленіп келіп, сатылап көтеріле береді. Бүкіл түркі тілдес елдер арасында өтетін Қорқыт және Ұлы дала сазы атты өнер фестивалі дәстүрлі түрде 2 жылда бір рет кешеннің амфитеатрында өтеді. Ел арасында кең тараған Қорқыт пен Қырыққыз аңызы бар. Қобыздың үні Сырдариядан алыс жатқан Арқадағы елдерге де жетеді. Арқаның Қырыққызы күйін тыңдауға құмартып үн шыққан жаққа беттеп жөнелген екен. Қыздар күндіз-түні жүріп, бетпақтың шөліне де кездеседі. Жол жөнекей алыс сапардың қиындығынан 39 қыз дүниеден өтіп, сыр бойына тек 40-шы ақсақ қыз ғана жетіп, күйшіні көріп өледі екен. Аңыз бойынша ақсақ қыздың күмбезі Қорқыт ата күмбезінің солтүстік тарапында 1 шақырымдай биік белестің үстінде деседі. Мұны ақсақ қыздың мұнарасы дейді. Түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау Қобызшы атаның мұрасы баға жетпес рухани қазына. Тарихқа тағзым ету арқылы біз тарихымызды бағалай аламыз, ұрпақтан ұрпаққа жалғай аламыз, тарихтан сабақ аламыз. Тарих осынысымен құдіретті.